Ең үздік фильм категориясында Оскар жеңіп алған фильмдер. Бұл статуэтканы жеңіп алған фильмдердің барлығы шедевр емес. Сондықтан да әр жылдың үздік фильмдеріне шолу жасап, өз бағамды бере кетейін. Лайықты ма, әлде жоқ па? 2024 жыл Анора фильмі. Шыны керек, стриптизер қыз бен бір мажориктің хикаясы негізі Оскардың деңгейі емес. Сюжеті тым арзан әрі тұрпайы көрінеді. Жай ғана 2024 жылы лайықты конкуренттер болмағандықтан жеңді деп ойлаймын. Үкім незаслуженно. 2023 жыл Оппенгеймер фильмі. Шыны керек, нағыз еңбек. Нолан ағамыз терлеп жүріп түсірді ғой. Ешқандай артық қылықсыз, таза ғылым, тарих және драма. Бұл жерде сұрақ жоқ, лайықты. 2022 жыл «Все, везде и сразу» фильмі. Бұл фильмді көбісі түсінбей хаос деп жатады. Бірақ бұл фильм нағыз жаңашылдық. Параллель әлемдер арқылы ана мен баланың қарым-қатынасын, отбасылық құндылықты өте терең жеткізеді. Креативті әрі батыл кино. 2021 жыл Кода «Ребенок глухих родителей» фильмі. Көптеген кинокритиктер бұл фильмді кішкентай фильм десе де, бұл жүректен шыққан туынды. Саңырау адамдардың өмірін, музыкаға деген құштарлықты жылы әрі шынайы көрсетеді. Көріп отырып, көзіңе жас келуі мүмкін. Эмоция үшін бұл фильм Оскарға лайықты деп есептеймін. 2020 жыл Земля Кочевников фильмі. Шыны керек, түк қызық емес. Жай ғана далада қаңғып жүрген әйел туралы фильм. Өте скучный. Бұл фильмнің орнына Энтони Хопкинс ойнаған «Отец» фильмі әлде қайда лайық деді. Ал сен қайсы фильмді көрдің? Менің бағаммен келісесің бе? Комментарийға жаза кет. Қалған жеңімпаздарды келесі чайсқа салатын болам. Осы және басқа да фильмдерді қазақша дубляжда көргің келсе, мені телеграм каналымнан көрсең болады. Сілтеме профилімде тұр.